Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз математика 6 сынып 5-2 сабақты өтеміз. Сондай-ақ 888-ден 904-ге дейінгі есептерді шығарып көрсетемін. 888 тапсырма. Ұзындықты өлшейтін құралды пайдаланбай, қалайша ұзындығы 4-3 метр шілтерден 2-1 метр шілтерді қиып алуға болады. 4-3 және де 2-1 метр шілтер қиып алу керек. Енді біз екеуіне қосып көрейік. 4-3-ге 2-ден 1-ді қосамыз, ортақ бөлім бізде 4 болады, 2-ге 2-ден береміз. Сонда 3-тен мына жерде 4-тен 2 болады. 4-тен 3 және 4-тен 2 метр шығады. Енді осылайша ұзын сызықсып 4-тен 1, 4-тен 1, 4-тен 1 деп 3 бөлікке бөліп аламыз. Сонда бізде 4-тен 3 бөлік болады. Соның 2-ден 1-ін алу үшін біз мындай ортақ бөлім беріп көрдік. Сонда бірінші екіншісін алып тастаймыз, бізде 4-тен 1 бөлік қалады екен. Келесі 889 тапсырма. Бір көйлек 2 метрден артық, 3 метрден кем матадан тігіледі. Ал 5 көйлек неше метр матадан тігілетінін бағалаңдар деп тұр. 2 метрден артық, яғни 2 метрден үлкен, және 3 метрден кіші деп тұр. Осылай 2 метр кіші бір көйлек, кіші 3 метр деп жазып аламыз. Енді 5 көйлек неше метр матадан тігілетінін үшін біз осы теңсіздіктің екі тарапында 5-ке көбейтіп шығамыз. Сонда 2 көбейту 5 10 метр болады, ал 3 көбейту 5 15 метр болады. Яғни 5 көйлек неше метр матадан тігіледі деген жауабы 10 метрден үлкен, 15 метрден кіші болады екен. Келесі 890 тапсырма. Алихан бағасы А теңгеден 3 қалам және бағасы Б теңгеден 2 дәптер сатып алды. Егер А кіші 60-тан, Б кіші 150-ден болса, Алиханның сатып алған барлық затының құны неше теңге болатынын бағалаңдар. Бір қаламды біз А теңге деп алайық, ол 3, ал бір дәптер Б теңге, ол 2. А 60-тан кіші, Б 150-ден кіші деп жазып аламыз. Ал енді осылар қосып шығайық. 3А қосу 2Б, 3А кіші 60 көбейту 3. Бұның орнына бізде 60 тұр еткені. Енді 3А кіші 180-ден болады. А-ны табу үшін оны орындамаймыз. Енді 2Б кіші 150 көбейту А деп алайық. 2Б 150-де 2 көбейтсек 300 болады. Енді осы 2 теңсіздікті бірге қосамыз. 3А кіші 180 қосу 2Б кіші 300. Сонда 3А плюс 2Б кіші 480 болады. Оның сатып алған заттары 480 теңге болады екен. Келесі 891. Тік төртбұрыштың ұзындығы x см, ені y см, 7 кіші x-тан кіші 9-дан және 3 кіші y кіші 5 болғандағы тік төртбұрыштың ауданын бағалаңдар деп тұр. Ұзындығы бізде 7 кіші x кіші 9, ал ені 3 кіші y кіші 5. Аудан табу формасы бізде x көбейту y болады. Енді осыны біз көбейтіп көрейік. 7-ге 3-ті көбейтеміз, кіші x көбейту y кіші 9 көбейту 5 болады. Сонда 7-ге 3-ті көбейтсек 21 болады, x көбейту y-дің орнына біз s жазамыз, ал 9-ға 5-ті көбейтсек 45 болады. Яғни жауабы 25 см квадраттан артық, 45 см квадраттан кем екен. Келесі 892 тапсырма. 2 кіші А-дан кіші 5-тен және 4 кіші Б-дан кіші 10-нан теңсіздіктерін мынаны бағалаңдар деп тұр. А плюс Б. Яғни бұл жерде біз қосып шығамыз. 2 кіші А кіші 5 қосу 4 кіші Б кіші 10-ға. 2-ге 4 қосамыз 6 болады, А-ға Б-ны қосамыз, және де 5-ке 10 қоссақ 15 болады. Екінші, үшінші, төртінші есептерде дәл осылай орындалған. Екіншісінде азайтамыз, үшіншісінде көбейтеміз, төртіншісінде бөліп шығар екенбіз. Келесі 893. Оқушы 120 беті бар әдеби кітапты оқыды. Ол бірінші күні кітаптың 5-тен 1-нен артық, бірақ 4-тен 1-нен кем x бетін оқыды. Оқушы екінші күні кітаптың 6-тан 1-нен артық, бірақ 5-тен 1-нен кем y бетін оқыды. Оқушы 2 күнде кітаптың неше бетін оқығанын бағалаңдар. Яғни бұл жерде 5-тен 1 кіші x 120, x бөлі 120 өткені барлық бет бізде 120, және кіші 4-тен 1, ал екінші күні 6-тан 1 кіші y бөлі 120 кіші 5-тен 1 деп алайық. Енді осыны қосып шығамыз. 5-тен 1-ге 6-тан 1-ді қосамыз, 30-дан 11 болады. X-ға y-ді қосамыз, ортақ бөлім 120 деп жазып қоямыз, және де 4-тен 1-ге 5-тен 1-ді қоссақ 20-дан 9 болады. Енді барлығын бөлімдерін теңестіру үшін 120-ға көбейтіп жібереміз. Сонда 11-ді 4-ке көбейтеміз, өйткені 120-ны 30-ға бөлсек 4 болады, 44, 120 мен 120 қысқарады, одан кейін 20 мен 120-ны қысқартамыз, 6-ны 9-ға көбейтсек 54 болады. Яғни 44-тен артық, 54-тен кем болады екен.
Келесі 894 тапсырма. 5x плюс 1 бөлі 3 тең 1 плюс 8x бөлі 5. Енді осыған біз ортақ бөлім бірінші жазып алайық. Бізде 15 саны болады. 3-ке 5-тен береміз, 5-ке 3-тен береміз. Яғни 5x плюс 1-ді 5-ке көбейтеміз, және 1 плюс 8x-ті 3-ке көбейтеміз. Жақшаны ашып шығамыз. 25x плюс 5 тең 3 плюс 24x болады. X-тарды бір тарапқа, сандарды бір тарапқа жинаймыз. 25x-тен 24x-ті азайтсақ x болады. 3-тен 5-ті азайтсақ минус 2 болады. Яғни бұл жерде жауабы 2 минус 2 екен.